Сәлем достар, бүгін ең оңай жасалатын түрік таңғы асы рецептісімен бөлісемін. Оңай әрі дәмді болып шығады. Ең алдымен бізге творог керек. Кез келген творог түрін таңдасаңыз болады, өз талғамыңызға қарай. Творогты тарелканың бетіне, кішкентай шетіне осылай сеуіп аламыз. Творогтың жанына 2 ас қасық қаймақ саламыз. Қаймақтан соң морозильникте қатырылған, өзіңіз күнделікті нанға жағып жейтін сары майыңызды үккіштен осылай өткізесіз. Видеода қазір көрсетіледі. Дәл осылай аз мөлшерде өткіземіз. Қасына бал құямыз. Балды сгущенкамен алмастырсаңыз да болады. Сосын осылай араластырамыз. Араластырып бәрін таңғы асқа тұтына берсеңіз болады. Өте дәмді шығады. Астарыңыз дәмді болсын, міндетті түрде жасап жеп көріңіздер. Менің каналыма жазылып, лайк басып қолдап кетуді ұмытпаңыз.